білесіздер ме? Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы нөмір 8-ші Өтеген Батыр атындағы орта мектебінің 10 сынып оқушысы Заматун Айзат Нұрболқызы. Мен бүгін сіздерге Батырлар жолы мен болашаққа атты сторителлинг жобасы аясында Рейхстаг табалдырығын аттаған қаһарман жерлесіміз Байтаков Қыдырма атамыздың ерлік жолын баяндаймын. Мен бұл жобаны зерттеуімнің мақсаты Өтеген Батырдың тікелей ұрпағы Байтаков Қыдырма атамыздың ерлік жолын болашақ ұрпаққа насихаттау. Адамзат шежіресінен өшпес із қалдырған оқиғалар аз емес. Бірақ солардың ішіндегі ең сұрапылы екінші дүниежүзілік соғыс еді. Осы соғысқа біздің ауданның аумағынан 10 мыңнан астам кеңес әскерлерінің құрамынан соғысқа қатысқан. Соның бірі батыр, ерлігімен көзге түскен ауылымыздың бір туар азаматы Өтеген Батырдың ұрпағы Байтаков Қыдырма атамыз. Байтаков Қыдырма атамыз 1921 жылы дүниеге келген. Небәрі 19 жасында Мәскеуде әскерде жүріп, сұрапыл соғыстың алғашқы күндерінен бастап майданға кірген. Қолымыздағы мынау красноармейский книжка мен мына суреттер, сол архивтік суреттер, сол жылдардың өшпес куәсі. Мынау да сол жылдардағы суреттер. Сержант Қыдырма Байтаков Сталинград, Харьков және Киев қалаларында азат етті. Ерлігі үшін оған жоғарғы қолбасшылықтан 13 рет алғыс жарияланған. 1945 жыл ең шешуші сәт. Мамыр. Берлиндегі сұрапыл ұрыста Қыдырма атамыз жараланған досының орнына тұрып, жаудың тас талқанын шығарды. 5 мамыр күні ол жеңіс символы болған Рейхстаг қабырғасында естелікке суретке түскен. Келесі кезекте атамыздың ерлігі үшін, Германияны жеңгені үшін медальдары мен майдандас достарына келген хаттары біздің мектеп мұражайының ең құнды жәдігерлері. Бұл біздің атамыздың медальдары және өзінің достарына келген хаттары. Соғыстан кейін ол елге оралып, бейбіт күнде аянбай еңбек етті. Ендеше қорыта келетін болсақ, батыр бабаның ұрпағы болу біз үшін үлкен мақтаныш. Қыдырма Байтаковтың жолы отанды сүюдің нағыз үлгісі. Біз бұл ерлікті ешқашан ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.